Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылы Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектебінің көркемеңбек пәні мұғалімі Рахманберген Әйгерім Бауыржанқызы. Республикалық педагогикалық идеялар панорамасы конкурсына X-рекордер бағдарламасында оңай әрі жылдам панорамалық сабақ немесе бейне материал жасау тақырыбында мастер-классымды ұсынамын. Оқушылардың ақпараттық технологиялардың көмегімен өткен сабақты жақсы қабылдайтыны бәрімізге мәлім. Сонымен қатар видео сабақтарды оқушы бірнеше рет көре алады және ыңғайлы уақытында. Ал сізге жаңа материалды көрнекті түрде көрсетуге тиімді құрал деп есептеймін. Сол себепті сіздерге өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша видео сабақтар түсіруге кеңес беремін. Видео сабақтар түсіру үшін арнайы құралдар қажет емес. Видео сабақтар түсіру үшін ұялы телефоныңыздың өзі-ақ жетіп жатыр. Яғни ұялы телефоныңызға экранда көрсетілген белгісі бар X-рекордер қосымшасын жүктеп алсаңыз жеткілікті. Қазір мен сіздерге осы қосымша арқылы видео сабақтарды қалай түсіріп жатырмын және қалай түсіріледі, сол жөнінде түсіндіріп өтемін. Менің түсірген видео сабағымның үзіндісіне назар аударыңыздар. Сәлеметсіңдер ме қыздар? Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектебі көркемеңбек пәні мұғалімі Рахманберген Әйгерім Бауыржанқызы. Қашықтықтан оқыту 5-ші сынып көркемеңбек пәні 1-ші тоқсан. Визуалды өнер нөмірі 2-ші сабақ. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы натюрморт өнері, ұлттық үлгідегі сәндік натюрморт. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау, таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып, көркемөнер материалдарын техникалық пайдалану мен эксперимент жүргізу. Сабақ мақсаттары: оқушылар қазақстандық және әлемдік суретшілердің туындыларын зерттеп қарастырады. Заттарды қолдана отырып, қағаз бетіне композицияның ережелерін Құрметті әріптестер, мен сіздерге өзімнің түсірген видео сабағымнан үзінді көрсеттім. Яғни осы видео сабақты аталған X-рекордер приложениесі арқылы түсіргенмін. Енді мен сіздерге қалай түсіру инструкциясын, яғни нұсқаулығын көрсетіп өтемін. Бірінші кезекте сіздер X-рекордер приложениесін телефоныңызға жүктейсіз. Осы қосымшаның үстін басып қалсаңыз, телефонның оң жақ бетіне кішкентай камера пайда болады. X-рекордер приложениесін сіз смартфоныңыздағы Play Market программасынан жүктей аласыз. Сіздің смартфоныңыздың бетінде осындай жаңағы мен көрсеткендей X-рекордер приложениесі пайда болады. Және оның үстін басып қалсаңыз, экраныңыздың оң жақ бетінде осындай кішкентай камера пайда болады. Осы батырманы басу арқылы кішкентай қызыл мінекеймен экранда көрсетіп тұрмын. Қызыл камераны кез келген өзіңізге ыңғайлы орынға смартфоныңыздың бетіндегі қоя аласыз. Және оны басып қалсаңыз, мынандай 4 қосымша құрал сайманы шығады экранның бетіне. Яғни біріншісі старт, екінші 4 бұрышты ол видео сабақты тоқтату, үшіншісі щетка, және 4-шісі ол инструменты. Енді ең бірінші құрал сайманына келсек, 2 сызықты старт. Яғни сіз видеоны кез келген уақытта қосасыз және өзіңізге ыңғайлы кезде тоқтатасыз. Сөзіңізді ұмытып қалған жағдайда тоқтатып, есіңізге түсіріп, қайтадан стартты басу арқылы жалғастырсаңыз болады. Ал екінші 4 бұрышты белгі қызыл. Ол сіз видеоны мүлдем тоқтатып тастайсыз. Егер оны бассаңыз, ол видеоны аяқтау деген сөз. Деген белгіні білдіреді. Бұны сіз видеоңыздың ең соңында басасыз. Ендігі кезекте щетка. Щетканы бассаңыз, мінекей, щетканың өзінің саймандары өте көп. Бұл жерде, мына жерде фотокамераның суреті тұр. Бұл скриншот. Кәдімгі телефоныңызда скриншот жасай аласыз. Осыны басу арқылы енді астында өшіргіш тұр. және түрлі түсті
түстер тұр. Бұлардың ішінен кез келген түсті таңдайсыз. Яғни щетка арқылы сіз кез келген суретті нұсқап немесе кез келген бір бейнені көрсете аласыз. Және оларды өшіру үшін мына жердегі X батырмасын бассаңыз барлығы өшіп кетеді. Және инструменты деген төртінші құрал сайманымыз. Оны бассақ бізде снимок экрана деген шығып тұр. Бұл снимок экрана бұл жаңағы біздің кәдімгі скриншот сияқты. Бұны біз көп пайдаланбаймыз, өйткені бізде скриншотты өзіміз ыңғайлы үйреніп қалған жағдайда жасаймыз. Келесі камера деген тұр. Оны қосатын болсақ, біз экранда өзімізді көреміз. Мінекей мен сіздерге өзімді көрсетіп отырмын. Яғни экранда өзіңіз оқушыларға бетпе-бет қарап отырғандай сабағыңызды слайдыңызбен түсіндіріп отыра бересіз. Егерде сіз өзіңізді көрсеткіңіз келмесе, экранның бетін бір рет басасыз. X белгісі тұр. X белгісімен өзіңізді өшіріп алып тастасаңыз болады. Қазір мен тағы да экраннан бір зат көрсеткім келіп отыр. Және де экранды смартфоныңыздың кез келген нүктесіне апарып қоя аласыз, өзіңізге ыңғайлы жерге. Қазір маған экран керек емес, бұл сіздерге түсіндіру үшін ғана. Сонымен қатар настройкада щетка түрі. Бұл жаңағы щеткамыз, яғни инструментыйдың да ішінен осы щеткаларды тауып алсақ болады екен. Келесі кезекте мен сіздерге жаңағы сабағымызды, видео сабағымызды жасау кезіндегіні көрсеткім келіп отыр. Яғни PowerPoint-ты сіз видео сабағыңызды жасамас бұрын ең бірінші PowerPoint-қа сабағыңызды жүктеп аласыз. Сабағыңызды яғни полный экранға қойып алып, стартты басып, бірден бастай берсеңіз болады. Және осы сабақ барысында инструмент ретінде камераңызды қосып, өзіңізді ыңғайлы жерге қойып қойсаңыз болады. Және де камераның бұл жерде көлемін де өзгертуге болады. Мінекей. Көлемін өзгертуге болады, көлемін қайтадан қысқартуға болады. Қысқартуға болады, немесе өзіңізді мүлдем алып тастасаңыз болады. Бұл жерде сабағыңызды, яғни слайдыңызды дайындаған, айтып, оқып, барлығын көрсете бересіз. Мысалы, мына жерде миға шабуыл сұрақ-жауап әдісі дейді. Бұл жерде сіз щетканы пайдалансаңыз болады. Яғни бірінші мына суретке назар аударыңыздар, мына суретке назар аударыңыздар. Мына суретті үй тапсырмасы ретінде беремін деп түсіндіріп өтсеңіздер болады щетка арқылы. Осылай видео сабағыңызды кезегімен өткізе бересіз. Ендігі кезекте сабағыңызды аяқтау үшін екінші батырманы, екінші құрал сайманды басасыз, төрт бұрыштыны. Сонымен сабағыңызды аяқтайсыз. Сіздің жазылған барлық видео сабағыңыз галереяда сақталады. Құрметті әріптестер, сонымен қатар, егерде түсірген видео сабағыңызды монтаждау қажет болса, ең ыңғайлы қосымшалардың бірі InShot деп аталады. Оның эмблемасы экранда көрсетілген. Бұны да сіздер Play Market программасынан жүктеп алып, түсірген видеоңызды салып, монтаждап алсаңыз болады. Ал құрметті әріптестер, осымен менің әдіс тәсілімнің таныстырылымы аяқталды. Бұл видео таныстырылымды мен WhatsApp желісіне де қосымша саламын. Сұрақтарыңыз немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, жауап беремін. Назарларыңызға рахмет.